Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте дәмді салат жасауға, құмырсқаның ұясы деп аталатын салат жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ол салатты жасау үшін біз қиярымызды үкіштен өткізіп аламыз. Мен осындай үлкен тісінен үкіштің өткізіп аламыз. Кейін осы қиярымызға біз сырымызды үлкенінен өткізіп аламыз. Кез келген сыр аласыздар. Маған өзіме ұнаған сырды алдым. Сіздер қай сыр ұнайды, сол сырды алып қоса бересіздер. Кейін осы өткізіп алған сырымыздан кейін алдын ала пісіріліп суытылған тауық етін төрт-бұрыштап турап аласыздар да, оны да осы салатымызға қосамыз. Тауық еттің сырын барлығын қосқаннан кейін жарты банка горохымызды қосамыз, яғни банкадағы консервіленген. Кейін осы салатымызға бір қызанағымызды, үлкен немесе екі орташа қызанақты осылай ұсақша төрт-бұрышты етіп турап аламыз. Оны да қосып, татымына қарай тұз, бұрышымызды саламыз және де майонезімізді салып, салатты жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Кейін оны тәліңкеге саласыздар да, бетіне алдын ала үкіштен өткізіліп, қызып тұрған майда қуырылған картоптарымызды, яғни картопель пайымызды үстіне әдемілеп қойып шығасыздар. Өте ерекше, өте дәмді салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын. Маған лайк басып кетіп жазуды ұмытпаңыздар.